Ала? Оже. Кешке дейін телефонға үңілмей, бір мезгіл далаға шығып ойнап, сергіп келсеші. Ой, әже телефон көріп отыра берейінші. Қазіргінің балалары телефонға әбден үйреніп алған. Ана сандықта менің ұршығым бар еді. Әпере қойшы. Жарайды. Мынау ма, әже? Иә, осы балам. Әже, мынау не? Балам, ол саған арнап жинаған асық. Осы асықпен қазақтың небір ұлттық ойындарын ойнауға болады. Алақай, менде асық бар. Айналайын, амансыңдар ма қарақтарым? Нұрислам, жүр ойнайсыңдар. Менде асық бар. Гүлнар, Қасым қызына барайық. Кеттік. Сәлеметсіздер, апай. Сәлеметсіздер ме балалар? Қош келдіңдер. Апамның жинаған асықтарымен ойнауға келдік. Ой, жарайсың. Қандай ойын ойнағыларың келеді? Жарайсыңдар балалар. Ханталапай ойынның ойнау ережесін білесіңдер ме? Иә. Асықты шашқан кезде Ханталапай деп айту керек. Кімге қызып асық түстерсе ойынды бастайды. Ханталапай ойынның ішіндегі ерекше асық бар. Хан асығы. Ханталапай ойынның ішінде егерде асықты ата алмай қалған жағдай болса, сендерге тапсырма беретін боламын. Келісесіңдер ме? Иә. Олай болса ойынды бастаймыз. Талапай ау талапай, басталды ойын. Алақай. Хан асығы кімге түсті? Нұрисламға түсті. Олай болса, Ханталапай ойынын Нұрислам бастайды. Ол үшін асықтарымызды ортаға тізбектейік. Жарайсыңдар балалар. Кімге қанша асық түсті екен? Санайық. Нұрислам, сенде қанша асық? Менде 10. Амиржан, сенде қанша асық? Менде 8. Менде 6. Балалар, біздің Ханталапай ойыны өз мәресіне жетіп қалды. Амир, асықты қайдан аламыз? Төлтіріп малдан аламыз. Нұрали, асықпен қандай ойындар ойнауға болады? Ханталапай, асық ойнау. Біздің Ханталапай ойынымыз өз мәресіне жетті. Сендерге ойын ұнады ма? Иә.